Балаларымыздың қорасына қарай айдайық. Жүріңдер. Сәлем беріңіз ата. Сәлем беріңіз. Келіңдер балалар, төрле келіңдер. Уағалейкум ассалам. Балаларым менің. Қалайсыңдар құлындар? Отыра қойда келіңдер, төрле келің. Сендерді қатты сағындық. Отыра қой. Ата, біз сіздердің жолда түйелеріңізді көрдік. Құлағында сіз салып қойған ені бар екен. Біз соны айдап келдік. Ой, жарайсың құлыным. Рахмет. Кел, отыра қой. Жарайсыңдар балалар. Келгендерің қандай жақсы болды. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Менің есімім Шолпан болады. Мен тілшімін. Арнайылап осы қара шаңырақтың немерелері көп екенін естіп, әрі берекеге толы қара шаңырақтың қыр-сырымен танысу мақсатында сіздердің рұқсаттарыңызбен сұхбат алуға келіп қалдым. Рұқсат болса? Амансың ба қызым? Кел, ұлым, төрлет, отыра қой. Әрине рұқсат. Сәлеметсіз бе Шолпан ханым? Сәлеметсіз бе? Сізге біздің үлкен ұлымыз Рамазан өзіміздің отбасымызбен таныстыратын болады. Кәнеки Рамазан, айта қой. Бұл біздің қара шаңырақ. Ақсақалды атам, дана әжем, итқұсы анасым. Ол менің бауырларым. Мен үйдің жұмыс олам. Өте жақсы, Рамазан. Қандай тамаша. Мен де құр қол келген жоқпын. Өзіммен бірге қызықты ойындар, тапсырмалар ала келдім, балалар. Рахмет сізге, Шолпан ханым. Мен сізге көмектесіп жіберейін. Мына ғажайып алаңды айналдырып, өз тапсырмаларымызды таңдаймыз. Қайнеке, қандай тапсырма? Үлкен қарайық. Отбасы туралы тақпақ білесіңдер ме? Білеміз бе? Я. Ұлдардың үлкені бір туған ағам бар. Қыздардың үлкені бір туған әпкем бар. Ой, жарайсың. Келесі тапсырманы таңдайық. Келесі тапсырмамыз қандай болады екен? Келесі тапсырмамыз сиқырлы таяқша екен, балалар. Сиқырлы таяқшаны қазір сендерге таратып берейін. Маған қараймыз, балалар, алдымызға қараймыз. Мен сендерге ағаш үй және ағаш үйдің үстінде әртүрлі суреттер орналасқан. Сол суреттерге қарап отырып, балалар, суреттерін сәйкестендіреміз. Міне, Рамазан саған, мынау ару саған. Барлығымызға жетті ма? Ал кәнеке аламыз. Орындай қойыңдар балалар, тапсырмаларыңыз. Кәнеке балалар, тапсырманы орындап жатырмыз ба? Я, қандай суреттер бар екен? Айтайықшы. Қазына. Мұнда, міне, қандай? Қамшы бар екен, асық бар екен, домбыра, ыдыстар бар екен. Кім тапсырманы орындады? Кім тапсырманы орындады? Орналастырдық ба? Кәне қарап шығайын. Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар, тапсырманы өте жақсы орындадық. Қыздарым, қызғалдақтарым, қонағымызға тәтті бауырсақпен, құртпен шай берейік. Маған кім көмектеседі құрт жасап? Мен көмектесем. Ой, жарайсың. Ал мен тәттілер пісіремін. Маған кім көмектеседі? Мен. Жарайсыңдар, қыздарым, жүре қойыңдар. Ал мен ұлдарыммен бірге қой қырқып келейін. Көптен бері қойлар
қырқылмай тұр. Сендер маған көмектесесіңдер ме? Олай болса, кәне тұрым кетті. Менің қыздарымның барлығы құртты жақсы жасайды. Балаларым, жылына 2 рет қойларымызды өстіп жүнін қырқып алып тұруымыз керек. Қырыққан жүнімізді әжелерімізге апарып береміз. Әжелеріміз ол жүнді жақсылап жуып, тазалап, сіздерге қысты күні киетін түрлі киімдер тоқып береді. Нәски, кеудеше, тіпті бола болмас сіздерге қолғап та тігіп береді балалар. Солай ма? Сондықтан қойлардың жүнін дұрыстап, қырқып, жинауымыз керек. Кәнеки бір жерге жинай қойыңдар, сосын әжелеріңе апарып бересіңдер. Өте жақсы. Әкел заңғар, әкеле қой. Өте жақсы, жарайсың. Қандай мінекей керемет. Әкеле Рамазан. Кәнеки балалар, қолымызбен жұмсартып алып, ұқтаумен жаямыз. Алақанымызға алып, қамырды ысқылаймыз. Және біріктіреміз ал. Қоямыз. Біріктір. Кәнеки көмектесіп жіберейін. Жарайсың, Кәусар. Өте жақсы. Ал енді бұны пешке салып пісіреміз. Тоқашымыз дайын болыпты. Салып, Қандай тамаша. столға апарып дайындаймыз. Ал балалар, қырқылған жүнімізді бұлай қарай алып қояйық. Солай ма? Кәнеки ұстай қойыңдар. Шай дайын болды. Ой, бәрекелді. Кәнеки балалар, бәріміз тұрып, шай іше қояйық. Келін шай қи. Немерелермен отырып жақсылап шай ішейік. Ал шайдан алып отырмыз. Ой, рахмет. Ата әже, қонақ жайлылықтарыңызға көптен көп рахмет айтамын. Сондай тамаша, берекелі мерекелі отбасымен танысқаныма қуаныштымын. Шолпан ханым, сізге де көп-көп рахмет. Олай болса барлығымыз бірге естелікке суретке түсейік. Кәнеки балалар, қарай қойыңдар ары қарай.